Мәскеудегі мейрамханалардың бірінде қолдан жасалған бомба жарылып, кем дегенде 3 адам қаза тапты, тағы 21-і жарақат алды. Бұл туралы Ресейдің ұлттық антитеррористік комитетіне сілтеме жасаған жергілікті бақ хабарлады. Ведомство мәліметінше, жарылғыш затты мейрамханаға бір әйел алып кірмек болған. Оқиға салдарынан сол әйелдің өзі, оны ішке кіргізбей тоқтатқан күзетші және мейрамхананың бір келушісі мерт болды. Белгілі болғандай, бұл уақытта ғимаратта жабық кеш өтіп жатқан. Ресей Украинаға басып кірген 2022 жылдан бері Украина арнайы қызметі соғысты қолдайтын ресейлік әскерилер мен қоғам қайраткерлеріне бірнеше рет шабуыл жасады деп айыпталған. Дегенмен, тергеу комитеті бұл оқиға бойынша тексерістің әлі аяқталмағанын айтты. Жергілікті билік те шабуылдың нақты кімге бағытталғанын әлі хабарлаған жоқ.